Жарғыны бірінші командирдің өзі түсінсе, дұрыс түсінсе, жүрегімен түсінсе, ол сарбазға, мен ойлаймын, жеткізеді. Енді есімде ерекше қалған Салпырас. Ақтау қаласында 35-lik әскери бөлімінде менде фамилиясын Есқараев деген солдатым болды. Сәл бұзықтау бала болды, физикалық жақсы дамыған. Тәртіпке шақырсаң, сәл басын қиқаңдап, басқа жолдармен рота командир болғасын шақырып сөйлесесің. Сондағы айтқаным, Есқараев, сенің күшіңді бәрі мойындайды. Сенің күшіңді мойындайды. Ал сен сол күшті мінекей өзіңнің кейін оны бөлімше командир етіп қойдым. Сонда бір ғой да, міне мынау сенің қарамағыңдағы 8 солдат, солар мысалға сен сияқты мықты болса, сен сияқты күшті болса, біз ол жерде Маңғышлақ атом энергокомбинаты дейміз, соны күзеттік. Қызметте әрқайсысы жақсы жағынан көрінсе, вот сонда сенің күштілігің. Сол бала кейіннен өзінің бөлімшесін жақсы жағынан көрсетті, аз уақыттың ішінде. Одан кейін оны замком взвод қойдық оны. Ол кейіннен взводтың сержанттарында бар ғой да, сондай бір жақсы жағынан тәрбиелеуге, өйткені көзі жанып тұрған бала. Ең соңында бір аға сержант болып әскер қатарынан кетті. Мықты сержанттардың, мықты сарбаздардың бірі болды. Адамның бойындағы қадір қасиетін білу. Жетістікке жеткізетін ең төте жол. Ол қадір қасиетті білу үшін көбірек сөйлесу керек оған. Көбінесе жеке жұмысты қолға алу керек.